8 сынып 179 сор. Құрметті балалар, сіздер 7 сыныпта 15-17 ғасыр аралығында бір тұтас қазақ хандығының құрылып нығайғанымен таныссыздар. Ал бүгінгі сабақта 18 ғасырдағы қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігіне, сыртқы халықаралық жағдайына және Тәуке ханның тұсында қазақ хандығының күшейіп, одан кейін неге әлсіреуге ұшырау себептеріне тоқталамыз. Қазақстанның 18 ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы 18 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ хандықтарының ішкі-сыртқы жағдайы. 18 ғасырдың басы мен 1914 жылдың аралығындағы тарихи кезең жаңа замандағы Қазақстан тарихы деп аталады. Бұл кезең бір тұтас қазақ хандығының әлсіреп, сонымен қатар орталыққа бағынудан алшақта үрдісі күшейіп, жекелеген хандықтардың құрылуымен сипатталады. 18 ғасырдың бірінші ширегінде Қазақстанның ішкі және сыртқы жағдайларындағы қиындықтар мен қарама-қайшылықтар оны Ресей империясының құрамына кіруге алып келді. Қазақстанның жаңа заман тарихы біздің отанымыздың тағдырын шешерліктей сипаттағы бір қатар оқиғалардан тұрады. Олардың қатарына Қазақстанның жаңа тарихи кезеңінің әлемдік ағымына енуі, қазақ қоғамының ішкі дамуының қарама-қайшылықтары, көрші мемлекеттер мен күрделі қарым-қатынастары, қазақ билеушілерінің едәуір бөлігінің Ресей империясының үстемдігін мойындауға мәжбүрлігі, мемлекеттіліктің егемендік белгілері мен тәуелсіздігін жоғалтуы, 18 ғасырдың бас кезінде қазақтарда 100-ге ру тайпаларға бөліну жалғасты. 300-ден тұрды. Әр 100-дің айқын белгіленген аймағы болды. Ислам діні Қарханиттер кезеңінен, яғни 10 ғасырдан бастап ене бастады. Хан тағына да төре тұқымнан таралғандар ғана отыра алатын. Қазақтардың экономикалық негізін көшпенді мал шаруашылығы құрады. Қазақтардың дәстүрлі қоғамдық қатынастары тайпалық рулық топтардан тұрды. Әлеуметтік ұйымның ең төменгі бөлігін патриархалды отбасы құрады. Ата, ағайын, ауыл-аймақ, айнала, тұқым жұрағат, сүйек, ата-баба, жұрт, түтін, үлкен үй, отау, осы барлық терминдер мән-мағынасы әлеуметтік қатынастардың ерекшелігін көрсетеді. Қазақ қоғамы саяси қатынастарда екі топқа бөлінді. Ақсүйек, қарасүйек. Ақсүйекке хан, сұлтан, қожалар, сұлтандар, билер, қарасүйекке билер басшылығы мен қазақтың ру тайпалары жатады. Келесі қарастыратын мәселе 18 ғасырдағы қазақ хандығы және онымен көршілес жатқан мемлекеттердің саяси қарым-қатынасы туралы болмақ. Яғни қазақ хандығының халықаралық жағдайы. Қазақстанның 18 ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы 18 ғасырдың басында қазақ халқы үшін күрделі сыртқы саяси жағдаймен ерекшеленді. Қазақ хандығының саяси таңдауына солтүстік пен батыстан Ресей мемлекеті, шығыстан жоңғарлар, оңтүстіктен Орта Азиялық хандықтар әсер етті. Мұнымен қатар қазақ қоғамының ішкі саяси жағдайы тығырыққа тірелді. Көшпенділер арасындағы алауыздық, орталыққа бағындырудың күшеюі, ру аралық қақтығыстардың жиілеуі, билік үшін күрес. Феодалдар арасындағы соғыстар мемлекеттің экономикалық негізін бұзды. Оның материалдық ресурстарын әлсіретті және адам шығынын ұлғайтты. Әсіресе жоңғар хандығы билігіне 1697 жылы қантойшы Севанравдан 1670-1723 жылдары келгеннен кейін қазақ-жоңғар қатынасы шиеленісе түсті. Осындай қиын жағдайда қазақ хандығының басында Тәуке хан болатын. Балалар, сіздер білесіздер, Тәуке хан тұсында қазақ жері бірігіп, нығайған мемлекет болды. Тәуке хан
1715 жылдар басқарды. Оның басқарған кезеңі қазақ мемлекеті үшін алтын ғасыр болып саналады. Халық тыныштықта өмір сүрді, тәртіп болды, заңдар мен әділет сот қызмет жасады. Бұл аталған кезеңде қазақ жүздері солтүстікте Тобылдан Ертіске дейінгі, шығыста Жоңғар алатауындағы Сараймел өзеніне дейінгі, батыста Еділге дейінгі ұлан-ғайыр аумақты жайлады. Бұл уақытта қазақ жүздерінің ішкі саяси және экономикалық жағдайлары салыстырмалы түрде алғанда тұрақты болды. Тәуке хан билікте тұрған кезде қазақтар Сырдария өзені бойында 32 қала тұрғызды. Оның негізгі тұрағы Түркістан қаласы болды. Хан кеңесінің мүшелері қарапайым адам құқығының аса білгірлері, өз кезеңінің атақты шешендері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би болды. Күні бүгінге дейін біраз бөлігі сақталып жеткен қазақтың 7 жарғы заңдар жинағы да оның атымен тығыз байланысты. 18 ғасырдың басынан қазақ хандықтарының сыртқы саяси жағдайы ауыр болатын. Осы ғасырдың бірінші жартысында 1711, 1712, 1714, 1718, 1723, 1725, 1742 жылдар жоңғарлар қазақ жеріне үздіксіз басқыншылық жорықтар ұйымдастырды. Бұның өзі қазақ жерлерінің көшіп қонудың ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі бағыттары мен жолдарының бұзылуына әкелді. Бұл жағдай сонымен қатар қазақ хандығында ішкі қайшылықтар мен талас тартысты, билеушілердің жайылымдар үшін күресін, рулар арасындағы даулар мен қақтығыстарды күшейте түсті. Алайда 1718 жылы Тәуке хан өліп, оның орнына тақ мұрагері қайып келген соң жағдай өзгерді. Хандық әлсіреді. Тәуке ханнан кейін қазақ хандығының әлсіреуіне қандай жағдай әсер етті? Келте хандар, ұсақ хандар бас көтерді. 300-дің барлығында өз билеушілері пайда болды. Кіші жүзде Әбілхайыр, орта жүзде Болат Сәмеке және Күшік, ұлы жүзде Жолбарыс. Қазақ қоғамындағы ақсүйек өкілдері Шыңғыс хан ұрпақтарының, хандардың, билердің, батырлардың, беделді адамдардың бірлігі болмағандықтан ішкі саяси жағдай күрделеніп кетті. Кіші жүздің ел билеушілері Қайып ханның тағайындалуына көңілі толмады. 1710 жылы Қарақұмда өткен құрылтайда дала дәстүрі мен жағдай бұзылып, жоңғарлар жағынан қауіп төніп тұрғанына қарамастан, Әбілхайыр сұлтан хан болып сайланады. Қазақ хандықтарына оңтүстік батыстан жайық казактары қолдаған Еділ қалмақтары шапқыншылық жасады. Оның солтүстігінен Сібір казактары шабуыл жасса, ал жайық қоныстардан бастармен өзара шапқыншылық жасап тұрды. Қазақ хан күштері Бұқара, Хиуа үстемдік жүргізуге ұмтылды. Қазақ халқына ең қатерлі қауіп жоңғар хандығынан төнген болатын. Сол кезде жоңғар хандығы әскери саны жағынан көп, білтелі отты қару-жарақпен қаруланған сұсты күшке айналды. Қазақ хандықтары үшін қиын кезеңде жоңғарлар үсті-үстіне шапқыншылық жасап, отырықшы егінші аудандар мен сауда керуен жолындағы қалаларды тонады. Тұрғындардан алым-салық жинап қысым жасады. Олардың арасындағы күрес қан төгіс сипат ала берді. Қазақтардың шұрайлы жерлерін басып алып, тұтқындар мен малдарын айдап әкетіп, жұттан шыққан елге 1723 жылы көктемде шабуыл жасады. Сөйтіп 18 ғасырдың бірінші ширегінде Қазақстанның ішкі және сыртқы жағдайы өте күрделі болды. Өршіген ішкі қиыншылықтардың салдарынан қазақ қоғамы ішкі тығырыққа тірелді. Қазақстанның сыртқы саясатында негізгі мәселелердің бірі қазақ-жоңғар қатынасы болды.